Қытайдағы аз ұлттардың құқын қорғап жүрген Серікжан Біләшқа қатысты алдын ала сот процесі осылай өтті. Біләшті қолдауға келгендердің көптігі сондай, сот залына сыймай қалды. Кіре алмағандар сыртта сот біткенше Серікжанға бостандық деп айқайлап тұрды. Процесс ұзаққа созылған жоқ. Сотталушының адвокаты істі Алматыға ауыстыруды және Серікжанды үй қамақтан босатуды сұрады. Тағы үшінші өтініш бар, ол істі қысқарту, себебі істе құрамы жоқ деп санаймыз. 15 минуттық үзілістен соң сот Біләшті Алматыға ауыстыру туралы шешімін оқыды. Бірақ бұл тартпау шарасын өзгертпей, үй қамақта қалдырды. Бұл шешімді Серікжан Біләштің жақтастары 2 ай қабылдады. 4 айдай қамалып отырды, басқа біреу бөтен біреудің үйінде. Енді мынау соңғы 6-шы соты ма? Бұл да жақсы шешім, өз үй өлең төсек. Кішкене бала шағасын көріп, кішкене көз айдын болсын, жақсы шешім болды деп қараймын. Енді біз жеңісті емес, біз соңына дейін күресеміз қалайда. Қалайда соңына дейін Серікжан толық бостандыққа шыққанша күрес жалғастырамыз. Сотқа келгендердің арасында әлі күнге дейін туыстары Шыңжаңдағы лагерде отырғандар да бар. Олар Серікжан Біләш қамалғалы туыстарының жағдайларынан бейхабар екенін айтады. Сот біткеннен кейін де Серікжан Біләштің жақтастары мен сотқа келген қатысушылар бірден тарқап кетпеді. Оларды полицияның арнайы жасағы бақылап тұрды, бірақ ешкім ұстамады. 46 жастағы Серікжан Біләш Қытайдан Қазақстанға оралған этникалық қазақ. Ол 2017 жылдан бері Қытайдың Шыңжаң аймағындағы этникалық қазақтар мен ұйғыр, қырғыз тәрізді аз ұлттардың құқын қорғаумен айналысып келеді. Оны биылғы наурызда Алматыда ұстап, Астанаға келген. Алдымен тергеу изоляторында қамап, кейін танысының үйіне үй қамаққа ауыстырған. Ол басқаратын атажұрт еріктілер ұйымын Қазақстанда тіркемеді. Бірақ өздерін осы ұйымның мүшелеріміз деп атаған Біләштің жақтастары шілденің басында Қазақстан президентіне хат жолдап, оны 10 тамызға дейін босатуды талап еткен еді. Серікжан Біләш ұсталған соң халықаралық сарапшылар Қазақстан билігін өз азаматтарының құқығын емес, Қытаймен қарым-қатынаста жоғары қояды деп сынаған болатын. Сания Тойкен, Ержан Әмірханов, Азат Ньюс.